Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін видео сабақ түсіруге арналған бағдарламалармен жұмыстың екінші бейне сабағы, яғни OBS студияны көшіріп, жүктейтін және сонымен видео түсіріп көретін боламыз. Google браузерін ашамыз, іздеу жолағына OBS студия скачать деп жазамыз. Бірінші ашылған ссылкаға кіреміз сайтқа. Алдымызда осындай OBS студияның сайты ашылады. Бұл жерде біз орнатуымыз керек екінші тұрған скачать установщик 32 бит. Осына басамыз, басқан бетте астыңғы жақта бізде загрузки басталып кетеді. Көрсетілмей тұруы мүмкін. Ол кезде аяқтағыш нүктені басып, загрузки бөлімінен OBS-ті ала аламыз. Енді үстіне 2 рет басамыз OBS-тің. Алдымызда OBS-тің осындай экраны шығады. Next басамыз. Келесі яғни Next. Сақталу керек файл көрсетілген. Install. Қарай загрузкамыз толығымен басталады. Осы жасыл сызық біткеннен кейін біздің OBS-іміз компьютерге орнатылады. Финиш батырмасы шықты. Бұл орнатылды деген сөз. Енді әрі қарай терезесі ашылады. Осы жерден бізде я буду использовать только виртуальную камеру дегенді птичка қоямыз. Әрі қарай далені басамыз. Егер трансляция дегенді қоятын болсақ, онда біз платный тұрғысына өтіп кететін боламыз. Ол жерде сатып алу керек болып қалады. Енді экранымызды түсіру үшін астыңғы жақтағы плюс таңбасын басамыз. Осы жерден захват экрана деген таңдаймыз. Захват экранаға атын береміз. Яғни бұл бірінші сабақ деп жазып қойсақ болады. Бұды бастау үшін начать запись дегенді таңдаймыз төменгі жақта. Одан кейін жинап қоямыз. Әрі қарай біздің уже экранымыз түсіріліп жатыр. Слайдты ашайық. Тақырыпты айтамыз. Слайд шоуға қойып, мысалы видео сабақ түсіруге арналған бағдарламалармен жұмыс. Енді бұны жауып қоямыз. Қайтадан OBS-ті ашамыз да остановить. Запись дегенді басамыз. Осымен біздікі видеомыз түсірілді. Үшін осы жаққа файлға және показать записи дегенге кіреміз. Осы жерден біздің бумамыз ашылады. Бұл бізде компьютерде видео деген жерде сақталады. Видеомызды көруіңізге болады осы жерден. Түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.